Достар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Біз қазір Якутск қаласының осындай орталық базарына келдік. Бұл базарда енді бірінші мақсат сіздерге арнап біздің елдегі базармен, яғни ет сату әдістемесін, бағаларын салыстыру. Сондықтан кеттік, бірге тамашалап қайтайық. Тағы да бір айта кететін жайт, бұл жақта енді Лена өзені болғандықтан балықшылар көп, яғни балық көп базарда. И халықтың да балықты жақсы жейді. Енді мен біздің жақта Семейде, менің ауылымда, туған жерімде өзен, балық аулайтын жер жоқ, сондықтан балықтарды қатты ажырата алмаймын. Енді өздеріңіз қарап, төменде пікірде бөлісіп кетіңіздер, қандай балық дәмді, қандай балықтың жақсы көресіздер, бағалары да көрдіңіздер ме? Енді қазір бізде курс 5 теңге шамамен, плюс-минус. Сондықтан салыстырсаңыздар болады, көбейтіп бағаларын. Мына жерде чир балығы, осы чир балығын бізге керемет мақтап жатыр, дәмді деп. Бірақ біз әлі дәмі татып көрмедік. Енді карась, өздеріңіз білетіндей. Одан кейін тағы не бар мына жерде? Бұл жақта енді табиғаттың кереметтігі соншалық осындай жеміс-жидектер. Яғни брусника, мына жерде мынау қызыл қарақат, қателеспесем. Мына жерде міне құлпынай тұр. Бұл жақта құлпынайдың жылыжайлары өте көп екен. Енді біз мына жақта достар тауып сұрап жатырмыз адамдардан. Мына жерде балық. Енді кеттік, етті көрейік барып. Бізге ең бастысы ет маңызды. Мына жақта мынау қателеспесем құрма, шилма бір құс. Яғни енді қазақша айтсақ. Мына жерден қарасаңыздар, балықты кесіп жатыр. Осы адамдар балықты яғни жартысын алды мекен, енді басын кесіп жатыр. Мына жерге дайындар. Мына жерде мына көп карась, кішкентай балықтар. Енді ет сататын дүңгіршіктерге бара жатырмыз қазір, қарайық. А у вас мясо где продается? Жеребятина. Дальше, да? Вон там, да? Все. Спасибо. Қазір бізге енді ең бастысы қазақ болғаннан кейін жылқы. Бұл жақта білуімше жылқы етін, әсіресе жабағының етін, жеребятинада өте жақсы көреді екен. Тайдың 2 жас жылқының етін көп жемейді екен. Здравствуйте. Да. Жеребятина у вас какую цену? По 800, по 1500. Можно посмотреть? Конечно. Прям так. Да, жирные, да, прям? Это казы, да? У нас вот в Казахстане, мы из Казахстана приехали, у нас это каза называется. У вас как называется? То же самое, Каза, да? Классно. Можете рассказать вообще, да? Про забой? Да, про забой, как вы это замораживаете? Можно пару слов от вас? У нас просто YouTube канал, мы в гости. Забиваем тоже. Потом уже на сколько частей вы делите? На 4. На 4, да? Ну, бывает на 2 пополам. Потом замораживаем, потом пилим. Потом сколько замораживаете? Кишки вот. Кишки, да? Кровяная, кровь. Мынау айтпақшы Саха халқында, Якутияда сүт қосып, осылай шекке жаңағы малды сойғаннан кейін ішіндегі қан салады. Яғни осылай колбаса жасайды, яғни шұжық жасайды. Керемет, біз дәмін көрген жоқпыз, бірақ жалпы халықтың, келген қонақтардың айтуы бойынша өте керемет дәмді. Одан кейін мына шек қарын қартасы, осылай салады. Яғни мынау қартасы. Вы тоже карта? Да, карта называем, да. А қарын где у вас? Қарын? Қарын? О, қарына нету. Да? Кончилось, но есть. Есть, да? Тоже кушаете, как мы, да? Классно. Все кушаем. Мына жерде міне. От него язык. Это язык жеребятин? Язык жеребятин. Язык как будет по-якутски у вас? Тіл. Бізде тіл, у нас тоже тіл. Жабағының тілі, достар. Одан кейін бұл жақта шошқа етін, доңыз етін жейді. Сондықтан доңыз етінде мына жерде сирақтары 400 рубль дейді бағасы. Мына жерде жаңағы сиыр етінің бауыры, яғни бағаларын көріп тұрсыздар өздеріңіз. Деревни. Какая деревня занимается больше всего коневодством? Все занимаются. Сейчас у нас все занимаются. Постоянно все занимаются. Потому что, легче, чем корова.
Вообще жеребятина популярны, да, у вас? Да, самая популярная еда у нас. Его с сырым кушаем. А вы с сырым не кушаете? Сырым мы не кушаем. Мы с сырым кушаем. Вот это берешь, вот так режешь и сырые А кушаешь. вот что такое строганина, нам говорили? Это Ну вот, что вот это? это строганина. А, тоже, да, тонко, когда режется, да? Да, вот так тонко режется. И все кушаете. Мясо тоже кушаем, вот это сырое. Жеребятину все полностью сырым можно кушать. То есть это, можно сказать, у якутов иммунитет уже к сырому мясу? Да, у нас такой иммунитет. С детства, да, потому что С детства это уже, ну, мы без него никак. А вообще говядину как народ едит вообще? А? Говядину тоже хорошо едит. Да, говядину тоже кушаем. Говядина в основном жеребятина, да? Да, у нас тут в основном говядина, жеребятина. А говядина в какую цену? А вот, да? Вот бағаларын көрсеңіздер, сиыр етінің міне осындай. Как у нас, да, Да. цены? Енді салыстырмалы түрде біздің бағалармен бірдей. Яғни қатты айырмашылық жоқ. Достар, міне қараңыздар, тағы да мына жерде сүтті осылай қатырып сатады. Яғни 130 рубль 5-ке көбейте саласыздар. Енді бұл жақта климат өзі осындай аяз, қатты аяз болғандықтан, яғни барлығын қатырып сатады. Яғни біз сияқты тоңазытқыш керек емес. Сондықтан достар, төменде пікір қалдырыңыздар, жалпы еттері, бүкіл мына балықтары біздің бағамен айырмашылық қандай, яғни қай балықты жақсы көресіздер. Жалпы өздеріңіздің пікірлеріңізді төменде қалдырып кетіңіздер.